Сәлеметсіз бе, Нина? Қайырлы күн. Сіздің біздің орталыққа келіп сабақ алып жүргеніңізге 1 жылдай уақыт болып қалыпты. Өзіңіз білесіз, қазір қазақ тілін меңгеру біздің қоғамымызда өте өзекті мәселе болып тұр. Сондықтан мен сізге біраз сұрақ қойсам деп едім. Жақсы. Қоя беріңіз, иә. Сіз қазақ тілін қандай мақсатпен үйреніп жүрсіз? Жалпы мен қазіргі кезде, қазіргі заманда қазақ тілі осы қалай айтсам, жетілдіру үшін үйренемін. Қазақ тіліңізді жетілдіру үшін үйреніп жүрсіз, иә? Жақсы. Сіз қазір бізді көретін оқырмандарымызға, көрермендерімізге өзіңіздің кішкене қысқаша ғана өмірбаяныңыздан бір ақпар беріп кетсеңіз. Жақсы. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің атым Нина Моисеева. Қазіргі кезде мен Астанада 6 жыл тұрамын. Туған жерім Көкшетау қаласы. Ата-анам қазіргі кезде ана қала тұрады. Менің мамандығым саксофоншы қызмын. Тағы мен жалпы қазақтың тойға шығамын. Қазақшада ән айтамын, саксофонмен ойнаймын. Иә, Нина, сіз жаңа айтып кеттіңіз, саксофонда әуен орындаймын деп, қазақ әндерін орындаймын деп. Менің пікірімше, қазір сізді осы Астана көлемінде, оның ішінде Астанадан сыртқары да, басқа қалаларға да шығып жүрсіз. Сізді танымайтын Қазақстанда адамдар кем десем қателеспеспін. Сіз өзіңіздің көркіңізбен, өзіңіздің жаңағы саксофонда ойнайтын өнеріңізбенен елді тәнті қылсаңыз, енді қазақ тілінде сөйлеп, қазақ әндерін орындап, бүкіл елді тамсандырып, таң қалдырып жүрсіз. Қоя қаласы. Сондықтан мен сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Қазақ әндерін неліктен орындайсыз? Неге орындаймын, иә, қазақ әндерін? Неге қазақ әндерін орыс әндеріне қарағанда көбірек орындайсыз? Шынымды айтсам, маған қазақтың халық әндері менің жаныма олар жайлы өте. Олар маған өте ұнайды. Мысалы, менің ең жақсы көретінім әнім қазіргі кезде жаңа репертуарымда жаңа бар әнім әдемі қыз. Өте әдемі ән. Репертуарға қатысты да бір сұрақ қояйын. Сіздің репертуарыңызда қазақ тілінде қандай әндер бар? Репертуарыма Саржайлау әні, Арыс жағасында, Құстар әні, Құдаша, Маусымжан, Қамажай, Құсти Қорлан, Япырай, Дударай, Көзімнің қарасы, жаңа әдемі қыз әні, және де қайсы Илигай әнім бар. Өте жақсы. Репертуарыңыз өте бай екен. Мен сізбен келісемін. Қазақта той көп болады. Әрине, сізде тойға барудан кендемес шығарсыз. Сонда көпшіліктің алдына қазақша ән айтып шыққанда, көрермендеріңіз сізді қалай қарсы алып, қалай қабылдайды? Жалпы тойға мен қашан қазақ әндерімен шықсам, әсіресе ер адамдар, олар ақсақал адамдар, олар өте қуанышта, риза болады. Батасын береді. Батасын да, әрине батасын береді. Өте жақсы тілектер айтады маған. Жалпы өте жылы қарсы алады. Өте жақсы қабылдады. Қабылдайды, қабылдайды. Менімен бірге осы қазақ әндері айтады бірге. Сізге қосылып қазақ әндерін айтады. Біздің қазақта мынадай мақал бар. Батаменен ер көгерер деген. Сондықтан жаңағы
қазақ халқының батасын, қазақ халқының ақсақалдарының батасын алып, солардың ризалығына бөленсеңіз, келешекте мүмкін сіз қазақтың келінді болып қаларсыз. Оған қалай қарайсыз? Мүмкін. Мен шынымды айтсам, мен ешкім ұлтқа бөлмеймін. Ұлтқа бөлмеймін дейсіз. Иә, ешкім ұлтқа бөлмеймін. Егерде нағыз қазақ жігіт болады менің өмірімде. Кездессе лайықты. Иә, мүмкін, қазақ жігітіне тұрмысқа шығамын болашақта. Шығармын дейсіз, дұрыс, жақсы. Осы сіздің қазақ тіліне деген қызығушылығыңыз қашан басталды? Мінекей қазір сіздің біршама 20-дан жаңа асқан кезіңіз. Осы уақытқа дейін біршама жаңа қазақ тілінен жиған терген біліміңіз бар. Ал бұл бәрі бір күнде пайда болған жоқ қой. Иә. Бұған не себеп болды осы қазақ тіліне қызығуыңызға? Және қазақ тіліменен қашан айналыса бастадыңыз? Жалпы қазақ тілін үйренуі мен орта мектептен бастадым. Мектепте өте жақсы мұғалім болды. Мен бірнеше қазақ тілінің олимпиадаларда қатыстым. Бірінші, екіншісі орынды алдым. Ал Астанаға келген соң, жалпы қазіргі кезде маған менің ойымша Қазақстанда тұру үшін, Қазақстанның нағыз азаматы болу үшін осы қазақ тілі жақсы білу керек. Қазақ тілін жақсы білу керек. Және де маған қазақ тілі өте ұнайды. Маған қазақша сөйлеу өте қызық. Сондықтан қазір мен оны үйренемін. Үйреніп жүрсіз, Сіз Астанаға келгеннен кейін қазақ тілін үйрену үшін өзіңізге мектептегідей ұстаз іздепсіз. Біздің осы Астанада 100-ге тарта орталық бар. Солардың ішінен сіз бізді таңдаған екенсіз. Сіз бізді орталықта, Асыл-Азар орталығын қалай таптыңыз? Соны айтыңызшы. Шынымды айтсам, мен сіздің сіздің орталығыңыз мен ғаламтордан іздеп таптым. Себебі маған өте жақсы мұғалім керек болды сол кезде. Сол мен қашан сіздің хатшыға мен қашан звондадым. Телефон шалдым. Рахмет. Ол маған солай айтты. Ол өте күшті, нағыз ұстаз. Сондықтан мен келдім сіздің орталығыңызға. Рахмет, Нина. Сіз бізді, мұны жаңа айтып отырмын ғой, көптеген орталықтардың ішінен бізді таңдап келіпсіз. Және сіздей дарынды, сіздей талапты қыздың, бойжеткеннің бізбенен қарым-қатынас жасап, бізден сабақ алып жүргеніңізге біз мақтанамыз. Рахмет, мен де өте қуаныштымын. Сондықтан мен сізге тек қана рахмет айтам. Және тағы мынадай ойды айтқым келеді. Осы мінекей 1 жылдай уақыт болып қалды, Осы 1 жылдың ішінде сізбен біз жұмыс істеген аралықта қандай жетістіктерге жеттіңіз? Жалпы менің ойымша қазіргі менің нәтижем өте жақсы осы 1 жылдан кейін. Жалпы мен қазіргі кезде мен далада, мысалы, базарға барған кезде мен жалпы қазақша сөйлесем, қазақ достарымен мен қазақша сөйлесем қазір. Әрине тойға қазақша мен сөйлесем, қазақша ән айтамын, көбінесе сіз білесіз. Жалпы әрине менің ойымша өзгерістер қазіргі кезде әрине бар. Сол үшін сізге де көп рахмет шын жүректен. Және де сіздің орталығыңызға тақ жалпы мен тек қана сәттілік тілеймін болашақта. Сонымен айналайын, Нина, сізбенен жұмыс істегенімізге 1 жыл болып қалды.
талай әндердің айтылымын қойып, оның мағынасын ашып біраз еңбек еттік екеуміз. Сонымен қатар, сіз тек қана сонымен шектелмей, қазақ тілін лексикалық тұрғыдан, грамматикалық тұрғыдан, синтаксистік тұрғыдан үйреніп жатырсыз. Мен сіздің еңбекқорлығыңызға, мен сіздің табандылығыңызға, мен сіздің қайсарлығыңызға тәнтімін. Сол үшін сізді керемет құрметтеймін, сыйлаймын. Сіздің қазақ тілін жете меңгергіңіз келетін тағы да білемін. Енді мынау қазақ тілін үйренейінші деген адамдар әртүрлі пікір айтады. Ой, қазақ тілі ауыр, немесе әдістеме жоқ дейді, немесе мұғалімімен келісе алмадым, өзіме лайық мұғалімге жолықпадым деп неше түрліні айтып жатады. Ал былай қарап отырсаңыз, әдістеменің де, мұғалімнің де алатын орны ерекше. Бірақ сол әдістеме бойынша мұғалімге көмектесіп, тіл үйренушінің өзі де жұмыс істеу керек. Солай емес пе? Сондықтан сіз осы тіл үйренгенде қалай жұмыс істейсіз? Соны мына біздің көрермендерімізге қысқаша айтып берсеңіз. Ең маңызды, менің ойымша, ол егер осы тілде күн сайын сөйлеу керек. Мүмкін 20 минут, күнде 20 минут, күнде 30 минут, күнде 1 сағат. Жалпы базарға шыққан кезде, мысалы, ең маңызды ол сөйлеу керек. Және де әрине көп оқу керек, қазақша фильмдерді көру керек. Жалпы солай, тек қана солай сіз осы жаңа тілді үйренесіз. Мысалы, сіз қазақ тіліменен үйге келгеннен кейін, мұғалімнің сабағынан кейін қандай жұмыстар атқарасыз? Бірінші, әрине, мұғалімнің берген тапсырмаларын орындайсыз, Әрине, үй жұмысын міндетті түрде орындаймын. Сосын не істеймін? Мұғалімнің осы телефонмен сөйлесуі әрине тыңдаймын. Диктофоннан тыңдаймын дейсіз. Жақсы, Нина. Біз әлі де болса әрі қарай жұмыс істейміз сізбенен. Сіздің қазір әрине уақытыңыз тығыз, сізді көп ұстамай-ақ қояйын. Келешекте осы істеп жүрген жұмысыңызда үлкен жетістіктерге жетіп, биіктен көріне беріңіз. Біздің орталықтың ғана емес, қазақша сөйлейтін басқа ұлттың өкілдерінің ғана емес, бүкіл қазақ халқының мақтанышы болыңыз. Тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын. Өте қуаныштымын. Мен де сізге шын жүректен сәттілік тілеймін. Әрине зор денсаулық тілеймін сізге. Рахмет. Сіз де, біз де дегенімізге жетейік.